Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін ұлыстың ұлы күнінің Наурыз мерекесінің сәні наурыз көже жасаудың үй жағдайындағы қарапайым рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен салқын суымызға жарты келі осындай қазы сүрленген және де сүрленген жылқы етін салып, қайнағаннан кейін көбігін алып тұздап, картошка салып, ол қайнағаннан кейін осындай дәнді дақылдарымызды біртіндеп саламыз. Маш, ловия, перловка, тары, күріш, үйіңізде не бар, соны сала берсеңіз болады. Алдын ала бір күн бұрын осылай суға салып қойсаңыздар, тез-тез қайнайды. Өсіп, дәнді дақылдарымыз қайнағаннан кейін бір кесе аз-маз лапшаның орнына осындай спагетти саламын. Және де спагеттиміз пісіп қалды деген кезде 4 ас қасық сметана қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сметананы мен айранның орнына қосамын. Дәмі керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Сметананы араластырып алғаннан кейін бір кесе мейізімізді жуып саламын, және де 1,5 литр сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, бір қайнағаннан кейін қонақтарымызға ұсына беремін. Салқындай да, ыстықтай да өте дәмді, құнарлы тамақ, жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.